Сәлеметсің бе, Әли? Қазір бізде әдебиеттік оқу сабағы. Сабақтың тақырыбы өтірікші. Кәнеки мәтінді тыңдап көр. Содан кейін сұрақтарға жауап беріп көреміз. Айдар жазда ауылда демалды. Күзде ол қалаға қайтып келді. Сен ауылда не көрдің? Не істедің? Айтып берші, деді оның досы Самат. Айдар жаздағы көргендерін әңгімелеп берді. Мен ауылда көп баламен достастым. Олармен балық аулауға бардым. Шаңғы тептім. Өзім шөп қорада ұйықтадым. Таңертең мені әжемнің қазы оятты. Қоршаудың үстіне шығып алып, кукареку деп шақырады. Әжемнің малдары өте көп. Мен оларға жем бердім, қойларға шөп бердім. Ақтөс деген ит сәбізді жақсы көреді. Маған ауылда болған қатты ұнады. Жаздың қалай өткенін білмей қалдым. Біріншіден қаз шақырмайды. Ал мен сенің өтірікші екеніңді білдім, деді досы Самат. Ал қалай ойлайсың, неліктен Самат Айдарға өтірікшісің деді? Өтірікші деген кім? Өтірікші біреуді алдап, шынын айтпайтын адамды өтірікші дейді екен. Ал енді сұрақтарға жауап беру арқылы біз неліктен Самат Айдарды өтірікші дегенін тауып көрейік. Әңгімедегі кейіпкерлер кімдер? Әңгімедегі кейіпкерлер Айдар және Самат. Айдар жазғы демалыста қайда демалды? Ол ауылда болғаны туралы кімге әңгімелеп берді? Айдар ауылда демалысты қалай өткізді? Мәтін неліктен өтірікші деп аталған? Мәтінді басқаша тағы қалай атауға болады? Айдар жазда ауылда демалды. Ауылда оған өте қатты ұнады, бірақ та ол өзінің досына мен мал қорада ұйықтадым деп және шаңғы тептім деп жазда өтірік айтты. Қаз кукареку деп шақырды деп өтірігін айтты. Сол себепті осы мәтіннің аты өтірікші екен. Тағы да басқаша қалай атауға болар еді? Ойланып көр. Мәтіннен берілген сөйлемді оқы. Жазғы демалысыңды қалай өткіздің? Әңгімеле. Мәтіннен Саматтың сөзін тауып оқы. Ол неге Айдардың сөзін өтірік деп ойлайды? Түсіндір. Мәтіннен Айдардың жазғы демалыс кезінде ауылда көргендерін тауып оқы. Айдардың айтқандарын қайсысы дұрыс, қайсысы өтірік екенін айт. Осы тапсырмаларды өзің орындап көр. Ал енді дәптермен жұмысқа көшейік. Сұрақтар мен тапсырмалар. Өтірікші мәтіндегі ауылға демалысқа барған баланың аты кім? Есіне түсір, суретті боя. Кәнеки өтірікші мәтініндегі кейіпкердің аты кім еді? Әрине Айдар. Осы суреттің астына баланың атын жазып қой. Және осы суретті боя. Келесі тапсырмаға қарайық. Айдардың айтқаны дұрыс па, әлде бұрыс па? Қараш, қаз кукареку деп айта ма? Шақыра ма солай? Әрине бұрыс, ол дұрыс емес. Ит сәбізді жақсы көре ма? Әрине, иттер сәбіз жемейді. Өтірікші мәтіндегі үй жануарларын аттарын тауып жаз. Оны мәтіннен тауып жазасың. Қандай үй жануарлары бар екен? Енді үйге саған тапсырма. Мәтінді оқы, мазмұнын айтып көр. Ал жақсы, Әли, келесі сабақта кездескенше сау бол.